Қазағым қашанда бір той бағалап қашанда той жағалар. Бүгінде дүбірлетіп той жасаған тойларым құтты болсын төрт қадырлар. Әлімдердің ішіндегі төрт қадырлар бір қол соқпай ашқадылар. Рахмет. Ал енді ардақты ағайын, бүгінгі ұлан асыр төрт қараның тойы құтты болсын деп жайылғандарынан алып жеп отырыңыздар. Ас қадірін білесің ашыққанда, дос қадірің дұшпаның жасыққанда, махаббаттың қадірін сезінеді аңсап барып қосылған ғашықтарда. Өлі балық кезігер өлмегенге, бұлақ суы балтадыр шөлдегенде. Ағайынның қадірін сезінесің алыс барып жақсылыққа келмегенде дейді. Бүгінгі жақсылығына келіп отырған Бигелдіміздің туған бауырлары, Жангелді ағамыз, Зәуреш дедеміз, Аманбай ағамыз, Күлән дедеміз, Мырзабай ағамыз, Света дедеміз, Ғалия, Нұрлыбай, Сара, Нұргелді, Нәзгүл деген кісілерді қол соқ қошеметтеп ордаға қарсылай қайтарақтағайын. Жақсылықта келіп атқан Бигелді ағамыздың бауырлары. Ал, құрметті қауым, бүгінгі мына себеп болып отырған, біздің жиналып отырған осы бүгінгі екі баланың бас қосып үйлену тойы, біздің Нұрсұлтанымыз бен Ақмаржанымыздың бүгінгі қадамдарына гүл бітсін, екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, екі жаққа тең болсын. Ал енді құрметті құдағым, қадамдарыңызға гүл бітсін. Сексеуіл мен Алматының ортасы алтын көпір болсын. Екі жаққа екі жас тең болып, осы бүгін Күлмарам келінімен Бейберсін марқұм інім Бигелдінің үйінде Ақтеуін қарын жарылып жатыр. Осы келін мен жаңа інім мен келініме ақ жол әкелсін, құт береке әкелсін, осы інімнің шаңырағына бақытты болсын. Анау алыстан жеткенше басқа қаладым. Гүлбарам, тойың құтты болсын. Эльмира, тойларың құтты болсын. Мына бүгін баламыз бүгін қуанып жатыр бізді. Шаңырақ құрып, екі жасқа енді босағалар берік болсын деймін, шаңырақтар биік болсын деймін. Барлық дүниедегі жақсылық сендерге тілеймін. Ата-аналарыңызды екі жақтың аталғанына сыйластықпен қараңдар. Біздерді де ұмытпаңдар. Енді біздің мынау Нұрсұлтан баламыз деген енді аяқ астынан мінекей үлкен қуанышқа бөледі бізді. Енді Бигелді қайнымыз енді бір аңнап түскен шығар. Бұл дүниеде жатқан жерінде бақ қорқа болып, желе жүріп сендерді барлық дүниедегі жақсылықты, бақытты, денсаулықтары мықты болып, бақытты семья болыңдар дейді. Құда-құдағайлар, бүгінгі той құтты болсын екі жастың. Күлмарам Бигелді. Бигелді болмаса да Бигелдінің атын айтайын, Бигелдінің шаңырағы. Күлмарам Ақдай, Бигелдінің көрмеген қысым өзін көре бер. Балтарыңмен. Нұрсұлтан, Ақмаржан, тігіп атқан отауларың құтты болсын, шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын, өмірде бақытты болыңдар, дендеріңе саулық тілеймін, жолдастарың алды болыңдар, екі жаққа да мейірімді болыңдар. Құда-құдағайлар, сіздерге де қадамдарыңыз құтты болып, мына балдарының келген жер құтты болсын, тойға баса берсін. Аманшылық болсын. Мынау құда-құдағайларға қадамдарыңа гүл бітсін деймін. Жаңа болып атқан құдаларға туыстығыңыз жалғаса берсін. Абысын тойыңыз құтты болсын, қайнағаны көрмеген қазақ енді сіз жалғастырып көре бересіз. Нұқан Ақдай, мына қолыңа қондырған құсың құтты болсын. Ақмаржанына ақ қосаған құтты болсын. Бақытты болыңдар. Бақыт ішіне бәрі бар ғой, онша көп сөйлей алмай сөздің қараңдар. Мына мен ауылда қалып келе алмай қалған мөлдірмен кімнің? Нұрболдың күйеуі. Сосын мына Әлібек кетер ғой, таныс ұялғаны шығып отырған. Солардың несі сыйлығы, соны табыс етейін.
Рахмет, ардақты ағайын. Ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі аға жеңгелердің рахмет ақ тілектеріңізге подаркелеріңізді беріп бердіңіздер. Той құтты болсын. Дастархан басына жайғасың. Рахмет. Ал енді ардақты ағайын бауырлардың балдай тілегін алып жеп отырайық. Ардақты ағайын. Ақ жауаптан алайымыз ағайын болсын. Жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің сағынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ортаймайды, анасы бар адамда ешқашан қардаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамда ешқашан қардаймайды. Шыққан соң қарыңа, қияға шыққарыңа, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңа. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ортаймайды, анасы бар шашан қардаймайды. Жүрегім жыр толғайды. Рахмет. Билап келіп атқан Нұрсұлтан жақ болса, Нұрсұлтан үшін аямай, оң қолымызды көтерейікші. Нұрсұлтан көріп ал, кім сені сыйламайтын. Ақмаржан сыйлап келіп атқанда сол қолын көтерсін жа. Ақмаржан көріп ал, сені кім сыйламайтын. Екеу бақытты болсын дегендер аямай қол соғайықшы. Қазақ пен қасқыр деген осы ет келген кезде ешкімге қарамайды екенбіз да. Мына ет ету, сорпа ету, если қазақам ету, проблема ету деп айтады дейді. Сондықтан қадірлі жақсылығына келген үлкен жайылған дастарханнан дәм алып отырыңыздар. Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан дейді. Бүгінгі Нұрсұлтанның жақсы көретін жеңгең бар ма? Сынақай есть твоя родная молодая? Орысша жынды айтатын болып кеттің ғой. Кім? Ложат, скажи, пожалуйста. Кто? Сара тәте дейді, қол соқпай қошеметтеп ортаға. Сара жеңгесі, жеңіз. Ай, бәрекел. Сара жеңгесіне қол соқпай-ақ, Нұрсұлтан. Ал енді Ақмаржан, сені жақсы көретін жеңген бар ма?
Твой братский жена есть, да? Нұрсұлтаннан сұрайды, Нұрсұлтан қайда біледі жаңа дүниеде? Жақсы көретін жеңгең бар ма? Кім? Двоюродной, троюродной, без разницы. Кім? Ақмаржан, жеңгең бар ма? Кім? Аты кім? Кеңіс, қол соқ қой, қошеметтеп ортаға. Шапалла. Ал енді ардақты ағайын, бұл кісілер нем шығарды деп там қалып атқан шығарсыздар. Келесі жылы Құдай бұйырса 9 ай 9 күннен кейін Гүлбарам Құдағидің шаңырағында бір шүйін сұрайтын күн болсын деп Құдайдан тілейік. Сол баланың атын кім қоямыз деп таласпасын деп, осы екі кісіні шығарайын, екеуін жарыстырайын. Қайсысы бірінші келеді, сол балаға ат қояды. Гүлбарам тәтеміз бір жылқы береді, жәрдетін маған бересіздер. Мына 2000 жылы Сидней олимпиадасы болды. Сол кезде Шишигин апайымыз бірінші келді. Ойбай, қазақтың қызы екен, төрт қараның қызы екен деп қуанып қалдық. Сол кісі жүгіріп келген алдынан журналистер шығып, Шишигин апай, қалай бірінші келдіңіз десе, қалай бірінші келмейсің, алдында Қазақстан, артыңнан 10 негрдің артық қуып келшесі деп айтады дейді. Сондықтан сіз Нұрсұлтан жақсы көресіз ба? Иә. Нұрсұлтан үшін отқа жанасыз ба? Жанам. Атқа шабасыз ба? Шабам. Қол соғайық, қошеметтер. Сіз Ақмаржан жақсы көресіз ба? Иә. Ақмаржан үшін отқа жанасыз ба? Жанам. Атқа шабасыз ба? Шабам. Ой, бәрекелді, қол соғайық, қошеметтер. Ал енді Ақмаржан жақсы көрсеңіз аяғыңызда туфлиін шешіңізші. Кожаный екені қайдан алыңыз? Барақолкадан алдыңыз ба? Қолыңыз ұстаңызшы. Ақмаржан үшін деп лақты жіберіңізші жерге. Лақтырып. Шешіңізші. Сіз Совет үкіметтен қалып қойған ба? Қызылордада осындай сатады ғой, ма? Нұрсұлтан үшін деп лақтырып жіберіңізші. Ай, бәрекелді. Рахмет. Аяқтарыңыз сасып кетіп қой. Ал енді ойын шарты былай жүгіріп барып, қыз қазір Нұрсұлтанның бетіне бір сүйесіз, сіз Ақмаржанның бетіне бір сүйесіз, қайт келіп менің бетіне кім бір сүйсе, сол бала қояды, және бір жыл қаласыздар. Енді мені көріп кетіп қасиетім бар, бірінші орын Нұрсұлтанның жеңгесі келетін сияқты, өйткені авион тірейді ба. Жақсы, япошка білдесеңіз жынттарда да. 1, 2, 3 қосыға, шапалла! Нұрсұлтанның жеңгесі бір жыл үшін жанбейді, жалмалымен бізе үшке жатырған жақтан. Абысыға айғақ болған жеңешем, ағамға қайрат болған жеңешем, күн нұрындай жайнап үші жарқырап, осы тойда байрақ болған жеңешем деп, маладес жылқы бұлай қара кетіп қаламын деп, жаным шығып өзімізді қалды өтіп. Сіздің қалып қойған үшін жұмысқа кетіп кетші. Бірінші орын келген Нұрсұлтанның жеңгесіне қол соғып қояйық, қошеметтер. Айналайын. Баяғыда бір әйел айтыпты ғой, бір әйелден естіген өсегімді екінші әйелге жеткізу менің азаматтық борышым деп. Мен айтайын дептім, бүгінгі Нұрсұлтан мен Ақмаржан тойын өткізу азаматтық борышым. Бүгінгі Гүлбарам әтеміз осыдан 2 ай бұрын звондап анау Талдықорғанда жүрген, осыдан бір жыл бұрын Алматыға тойға келгенде айтқан, осы Нұрсұлтан үйленсе сені шақырам деп телефонымды алқап еді, 2 ай бұрын звондап осы қуанышқа келтіріп жатыр. Кеше анау Үшаралда тойда болдым, содан той Құдайдың қазынасы, баяғыда армандайтынбыз шіркіні. Суббота сайын бір той болса екен деп Құдайдан тілейді біз. Суббота сайын той болды, кейін кезде бір жетіде 7 күн бар, 7 күн тойға барсақ деп Құдайдан тіледік. 7 күн тойға бардық, кейін кезде түске дейін бір той, түстен кейін бір той болса екен деді. Құдайға шүкір, ол да болды. Мына той Құдайдың қазынасы, астымыздағы жалғыз атымыз сойып, жүген ұстап қосақта той жасаймыз. Той Құдайдың қазынасы, даладай дастархан жайып, бүгін Нұрсұлтандай баласына ұлан асыр той жасап атқан Гүлбарам тәтеміздің тойы құтты болсын деп бір қол соғып қояйықшы қазындалайын. Ал енді ардақты ағайын, шекжат жұрағат, бүгін қуаныш, бүгін береке, қысыр сөзі жолатпа, бер өткізбе, қымбаттырақ, құндырақ деректізде, ойлай тұрып отбасын ошаққасын, қамын ойлау қазақтың керек бізге. Бес саусақтай біле бер бәрі далаңды, босағаңдай сүйе бер бәрі балаңды, ол қолына келмесе қой өлеңді, ол қолына келмесе қой қаламды деп, жақсылығын сүйіп келіп атқан нардай нағаш жырды Сейдбек аға, Айнашан дәде, Седек аға, Күлән дәде, Баян, Балтабек, Құман
күн бағила дейді. Қол соқ қошеметтеп орнаға қарсылай қатынлар. Келіңіздер, ардайын нағашылар. Күлмәрәм, басын көкем, мына бүгінгі дастарның құтты болсын, құт береке келсін, тойлары тойға бассын, дастарханың берекелі болсын, екі бала бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін, кірек тойға келе біле осы Алматыға. Ал Күлмәрәм, Мырзабай, мынау алып атқан келіндерің құтты болсын. Нұрсұлтан, Ақмаржан, жұптарың жазын, мынау көтеріп атқан шаңырақтарың мықты болсын. Босағасы берік болсын. Ақмаржан, Күлмәрәмнің анаңдай Күлмәрәмді өзіңнің анаңдай көр. Бегелінің көрмеген қызығын ағдай Күлмәрәм, енді мына ағайының менен, бауырларың менен немере көр, шөбере көр. Осы екі ортаны жорғылып сексеуіл менен Алматының арасында Дорбада, Жорғада қатынап жүре берсін, аманшылық болсын, осындай тойда кез. Тойды жақсы қарсылайық, аманшылық болсын. Күлмәрәм, жезден мен апам айтып отырған ағалай екі жастың арқасы ендері сау болсын, бақытты болсын, өмірлі шүрлі болсын. Енді жаңа айта алмай тұрмын, жаңа көрмеген қызығын папаның сендер көріңдер, бақытты болыңдар. Екі балам үйленіп отыр, бас қосып отыр, құтты болсын. Тіккен отаулары биік болсын, шаңырақтары биік болсын. Солардың қызығына, қуанышына тоймай жүре бер. Дастархан елден қуанышқа, тойға жайсын. Екі бала бақытты болсын. Ал Мешпе Аманбай, сендерге де тойларың құтты болсын. Көрмегенде мейгелді, көрмеген қызықты менің бауырым болсын. Білім қуанышқа тойға келейік. Жинаған қауым осындай, сіздер де осындай тойға шығысты болсын, екі бала бақытты болсын. Құрметті тойға жиналған тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Күлмәрәм, Мырзабай, тойларың құтты болсын, балдарың бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Келіп атқан құдалардың құлақтары оң болсын. Әркезде отбасыларыңызға қуанышқа тойға келейік. Тойларыңыз тойға ұлассын. Бақытты болсын балдар. Құтты болсын тойларың. Тойларың тойға ұлассын. Мына құдағайлар төрге шыққандарың құтты болсын. Мына шаңырақтарың биік болсын. Нұрсұлтан, Ақтай, Көке. Терезелерің тең, керегелерің кең болсын. Екі бала бақытты болсын. Бегелдің көрмеген қызығын Күлмәрәм қара құраларың менен, жора жолдастарың менен, көрші көлемдерің менен бірге көр Ақтай. Балдар бақытты болсын. Сол үшін ат қойыңдар. Рахмет. Міне сорба берсең етпен бір, шапан берсең шекпен бір, осындай бір қуанышқа келгеннен кейін бізді ұмытып кетпеңдер деп бүгінгі жақсылығына келіп атқан нағашылардың ақ тілегі қабыл болсын деп, бір көрген осындай тойларыңыз мың көрген тойға ұлассын деген ниетпен той көріңіз деген ән салып берейін. Ортада сіздер билеңіздер, тойларыңыз той ұлассын. Нағашыларға қол соғайық, қошеметтеп ортада. Той боласın.
Ал енді ардақты ағайын жекжат жұрағат, күлсін көңілдің пар қазылады дейді. Бүгінгі жайылған дастарханнан дәммен алып отырыңыздар. Міне Гүлбарам тәтеміз бүгінгі Нұрсұлтан мен Ақмаржанның тойына 10 сұрақ дайындапты. 10 сұраққа жауап берген кісілерге 20 000 теңгеден ақша дейді. Бірінші сұрақ, бүгінгі төрде отырған Нұрсұлтанның салмағы қанша дейді. Нұрсұлтанның салмағы қанша? Тапқан адамға 20 000 теңге ақша. Қанша? 20 000 теңге үшін өтіп бара жатыр. Молодец, 94-те. Нұрсұлтан салмағы? Дұрыс емес. Таппасаңыздар айтайық. Нұрсұлтанның салмағы кәсім шалбарын шешіп тастағанда 59 килограмм екен. Екінші сұрақ, бүгінгі төрде отырған Ақмаржанның аяғының размері қанша дейді? Қанша? Қанша? Дұрыс емес. Ақмаржанның аяғының размері жиннаскимен келгенде 42 келеді. Енді Гүлбарам тәтемізде жынды емес қой, 10 000 теңгеден 20 000 теңгеден теп қойғаны. Үшінші сұрақ, әйелдер неғып көп жасайды, еркектер неғып аз жасайды дейді. Әйелдер неғып көп жасайды, еркектер неғып аз жасайды дейді. Білмейсіздер ма? Білмесеңіздер айтайық, әйелдердің көп жасау себебі, әйелдер беттеріне пудра жағады, еріндерін бояйды, көздерін бояйды, собеле химиялық заттан жасалады. Соны еркектер баяғы сүйіп жалағаннан өліп қалады екенбіз. Бүгінгі төрде отырған Нұрсұлтан 100 жасасын деп бір қоса оқпайық шығадылар. Үшінші сұрақ, төртінші сұрақ, қыста да әппақ, жазда да әппақ. Ол не дейді? Қыста да әппақ, жазда да әппақ. Ау, дұрыс емес. Таппасаңыздар айтайық, қыста да әппақ, жазда да әппақ, адамның басында қайызғақ дейді. Қол соғып қойып, қошемет. Ал енді ардақты ағайын жекжат жұрағат, мына 2000 жылдары біз той басқарып жүргенде қазақтың жағдайын осындай тойға барғаннан білетінбіз. 2000 жылдары біздің қазақ тойға жүгілімен Москвичпен баратын. 2005 жылдар кішкене жағдайымыз өсті, Маздамен баратын болдық. 2007 жылдар жаппай кірейіп беріп қазақтың жағдайын көтеріп тастады. Ауди сатып алдық, Аудидің ішіне 5 адам сыйса, қысылсып 9 адам сыйып баратын болдық. 2009 жылдар жағдайымыз көтерілді, лимузин жалдайды той домалаққа, құдалыққа. Мына 2012 жылы өткенде мына Алматының мына шет жағында Есік деген ауылда бір той басқардым, құдалар Ақтөбеден самолетпен келетін болды. Содан самолет қонатын жер жоқ, трассаның екі жағына фундаментті құйып жүріп, құдаларды қондырып алдық. Құдалар 30 адам, 31 адам летчик бала келді. Содан осылай құдалығын басқарып жатырмын, бір апамыз ішкізіп жүрген ана құдаларды. Содан летчик баланың қасына келіп, айналайын құда бала, келісіп қой десе, ой апа ішпей мен ұшам ғой десе, айналайын ұшсаң аспанда сол қызатын ештеңе жоқ қой, келісіп ал деп. 200 грамм береді, летчик бала қызып отырған кезде, апамыз тағы да айналып келіп, айналайын құда бала, летчик бала екі аяғын тең болсын, кел 200 грамм іштеп. Ой апа ішпей мен ұшам ғой десе, айналайын ұшсаң аспанда гай жоқ қой, бізге машинамен жібереміз, гайды ұсталмай кетіп қалады деп. 400 грамм береді, летчик бала қызады, тойдың аяғы бітеді, құдалар самолетке салады, летчигін отырғызады, есігін жапқан кезде летчик бала 5000 метр биіктікке көтеріліп, бас айналып самолетті қырымен айдапты дейді. Қырымен айдаса ішіндегі 30 адам домалап бір жағына жиналыпты. Бірақта шығып келе жатып, сол жақ қырымен айдапты. Сол жақ қырымен айдаса ішіндегі 30 адам той бастарымен шашылып, сол жағына жиналыпты. Бірақта шығып келе жатып, шалқасынан айдапты. Шалқасынан айдаса ішіндегі 30 адам басымен тіреліп жатса, 170 келген атамыз қасындағыдан сұрап отыр дейді. Айналайын мына бала не істеп отыр? Біресе былай, басымызбен төңкеріп қойған істесе, ой ата үндемей жата береміз. Летчик баланың мұрны бітеліп қалған ғой, напизін тамыздырып жатыр деп айтады дейді. Солай қадырлағайын самолетпен келетін қазақ қазағын қал жағдайын қалай қазір, көз жүгіртіп қарайып маңайға бір, өзбектер өз елінен нәсіп таппай, Алматы Астананы маңайлап жүр, ұйғырлар ұлтарақтай жер ала алмай, Қытайдың қабағына қарайлап жүр, ал біздің жеріміздің кеңдігінен Ақтөбеге 4 күнсіз бара алмай жүр, Африканан таба алмай аш жатқанда, біздің қазақ диетаға қарайлап жүр, біз әлі қару ұстап көрмегенбіз, Афғанда автоматпен балайдап жүр, бәзбіреулері итпенен шанайдап жүр, біздің қазақ жиппенен малайдап жүр, осындай той жасаған
болған қазағымның көңілін қияметтің күніне дейін арайландыр деп бір қол соғып қояйықшы қадірлі сылқым жігіт, сер жігіт, есті жігіт, сесті жігіт, бірақ Ақмаржанға ғашық болған кезде сөз айтайын деп барса, Ақмаржан көзіне қараса Нұрсұлтанның тілі байланып үйге қайтып кетеді деген. Екінші күн дайындалып келіп сөз айтайын десе, Ақмаржан көзіне қараса Нұрсұлтанның тілі байланып үйге қайтып кетеді деген. Содан үйге қорада тұрған тоқтыға қарап дайындалады деген. Жаным Ақмаржан, мен сені сүйем, сен маған тиесің бе деп дайындалып болса, Гүлбарам апайымыз көріп, мен балам жыннан деп тоқтыға сөз айтып жүрсін. Үшінші күні қараса, костюм шалбарын киіп көшеге шығып кетіп бара жатыр дейді. Ей Нұрсұлтан, қайда кетіп бара жатсың десе, көшеге кетіп барамын десе, көшеге кетсең кете бер, қорадағы келін балаға шөп сәк кетті деп айтады дейді. Бүгінгі қосағы мен қосағарға Нұрсұлтанға қол соғып қояйықшы қадірлі ағайын. Міне ардақты ағайын, бүгінгі жақсылығына келіп жатқан Құданың құдасы, құнан қойдың сорбасы деп қаймағы мен қасбағы бетіне шыққан бүгінгі Шиелден келіп отырған құдағилары Шәмшие, Ақзиба апа, Есенбай аға, Құралай дәдемізді қол соғып қошеметтеп ордаға қарсылайық құдағилар. Құрманай Айтгүл дейді, кеңіздер. Құдалар төрге шыққандары құтты болсын. Гүлбарам мынау еліміздегі жас бақытты болсын. Шаңырағы биік, берекесі кең, босағасы берік болсын. Сол үйің іші қайырмалық бала болсын. Бекесінің көрмеген несін сен көре бер. Мен сияқты жауызды әже бол. Сол үйің ішінде қара домалық бала көре берсін. Немере, шөбере, мен сияқты шөпшіп кие бер айналайын. Дендерің сау болсын. Алдынан Нұрсұлтан, Ақмаржан, заңды некелерімен құттықтаймын. Дендерің сау болсын. Аспандарың ашық болсын. Мынау атқа киген ағайындар, алдарыңда дәмді алып отырыңдар, бәрін отандарыңда қызықшылық бола берсін. Неғдаймыз деп олар, мынау базар рахатын көре берейін. Алма бүгін Бекеннің шағырында бізді өзінің орын басып жатқан кеткен шегіме келін түсіріп жатыр екен, құтты болсын. Отбасыларымызда амандық, жақсылық. Мен апам айтып отырмын, Бекеннің көрмегендей, егерде өмір солай, өмір ұзағынан сүйіндіріп, Алла қаласа осы ұлдарын келіндерінің қылқысын көріп, немере шөбере шөпшек сүйіп, қаласа соған куәгер болып жүре берейік. Құтты болсын. Гүлбарам құттықтаймын, мына бүгінгі той құтты болсын, екі жас бақытты болсын, екі жақтың ата-анасына мейірбанды болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы, ұл мен қыз болып, ақылды ойнап жүре берсін. Бақытты болсын. Тілектеріңіз қабыл болсын. Подарка бірдеңе алып келдіңіздер, соны беріп кетіңіздер. Ал енді құдалар ордадан кетпейік, сіздердің құрметтеріңізге қарлығаш қыздарыңыз ән салып берсін, ордада билеңіздер.